биыл Қазтрансгаз май-июнь айында жобаны аяқтауымыз керек. Жобаны жасап жатқан компания бар. Жоба біткеннен кейін, оған дейін қатар ақша мәселесі шешілгеннен кейін, қаржы мәселесі шешілгеннен кейін. Енді июльден бастап барлық процедуралар өту керек. Труба сатып алу, қандай компаниялар жұмыс салынады, қандай компаниялар қатысады жұмысқа. Июльде біздер сол Қызылорда облысынан Қараөзек станциясынан бермен қарап газ тартуға сондай шара қолданып жатыр. Бұл Сарыарқа газ құбырының басы ең бірінші Қараөзекте басталды, себебі бұл жоба бейнеу-базовой газопроводының жобасына кірілді. Қараөзек екі арнада жұмыс жасайды. Біреуі оңтүстік Қазақстанға және Қытайға газ тасымалдау. Екінші оның жұмысы, Қараөзектің жұмысы. Осы мына Астанаға және мына солтүстік Қазақстанға газ тартуға арналған күштігі бар.